Ұзақ уақыттан бері орман өрті болып жатқан Абай облысында жаңбыр жауды. Бұған дейін Абай ауданы Озерке ауылында жаңбыр шақыру үшін тасаттық рәсімі өткізілген болатын. Еске салсақ, Абай облысындағы өрттен 14 адамның қаза тапқаны белгілі еді. Алайда кейін тағы да бір адамның көз жұмғандығы туралы мәлімдеме берілді. Осылайша марқұмдардың саны өкінішке орай 15 адамға жетіп отыр. Қаза болғандардың отбасыларына Қазақстан халқына қорынан 7 миллион теңгеден, сондай-ақ әрбір кәмелетке толмаған балаға 2 миллион теңгеден төленетін болады. Сонымен қатар қажетті жиһазбен жабдықталған тұрғын үймен қамтамасыз ету, жерлеуге арналған бір жолғы төлем, несиелерді есептен шығару үшін қайтыс болған адамдар мен олардың отбасыларының несиелік жүктемесі де анықталады. Қаза тапқандардың отбасылары мен зардап шеккендерге қажетті қолдау шараларын көрсету үшін арнайы қор құрылған. Тілсіз жаумен күрес әлі де жалғасып жатыр. Табиғи апаттан аман болайық.